Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздермен топтың атын анықтау әдісін бөліскім келіп отыр. Бұл әдісті кез келген сабақта оқушыларды топқа бөлу кезінде пайдалануға болады. Бұл әдісте оқушылар жіңішке дауысты дыбыстарды өшіріп, топтың атын анықтайды, немесе дауысты жуан дыбыстарды өшіру арқылы топтың атын анықтайды. Топтың атын анықтай отырып, олар дыбыстардың дауысты дауыссыз екенін анықтауды меңгереді. Сендерде жіңішке дауысты дыбыстардың үстіне басып сызасыңдар, қалған әріптерді мына жерге жазамыз. Сол кезде сендер топтардың аты шығады. Ал үшінші топ сендер жуан дауысты дыбыстардың үстіне басып сызасыңдар. Жуан дауысты дыбыстар білеміз ғой, иә? Жуан дауысты дыбыстардың үстіне басып сызамыз. Сол кезде сендер топтардың аты шығады. Соны мына сызықтың үстіне жазасыңдар. Жарай ма? Ал бастаймыз. Дәл осындай етіп, оқушылардың жас ерекшелігіне, деңгейіне байланысты дауыссыз, қатаң, ұяң үнді дыбыстарды да жасыруға болады. Қаны топтарың қандай болды? Біздің топтың аты білгіштер.